араб тілін білетін, бірақ шетелге шығуға жағдайлар келмейтін сол елдегі бауырларға не насихат етесіз? Не істеу керек? Машалла, егер елде жүріп, ешбір араб еліне шықпай, өзіміздің елде әрекет етіп, арабша үйренген болса, ол үлкен неғмат. Алла разы болсын сол жігіттерге. Әсіресе сол жігіттер жас болатын болса, олар сол елде жүрген, оларға білім бере алатын бауырлардан білім алуға әрекет қылу керек. Қашанға шейін не солардың білімін бітет, немесе басқа ғалымдарға баруға жағдайы жеткенше. Бұл жақсы қай жағынан, қашан егер адам өзінің елінде не бар екенін білсе, елінде жоқ нәрсені қадірлеп біледі. Түсінікті ме, жоқ па? Оның терісі, басқа жерде жоқ нәрсе елінде бар болса, көбінесе адам соқыр болып қалады. Неғматты қадірлемей қояды. Түсінікті ме, жоқ па? Өзінің елінде жоқ нәрсені басқа жерден іздеуге барса, іздеген нәрсесін қадірлеп біледі. Өзінің елінде бар нәрсені қадірлемесе, ол неғматқа көбінесе жеңіл қарайды. Сол үшін сол бауырлар жағдай барынша осыншалық дәрежеде араб тілін үйреніп, әхлі илімнің кітаптарын оқып түсінетін дәрежеге жеткен болса, алхамдулилля, бұл үлкен жеңіс. Адам қуану керек бұндай жастардың әрекетіне. Бірақ бұл әрекетпен тоқтап қалмау керек. Олар сол елімізде жүрген білім оқыған жігіттерден жоқ дегенде интернет арқылы, басқа арқылы сабақ ұйымдастырып, сабақ алу керек. Дұрыс, ол бауырлар әрбіріне бір бөлек сабақ бере алмауы мүмкін. Барып алуға мүмкіншілігі бар болса, барып алсын сол жігіттерден. Егер барып әрбіріне сабақ бере алмаса, алхамдулилля, интернет арқылы жағдай барынша 2-3 адам жиналады, 5-6 адам, 10 адам, 15 адам жиналып, басқа қылып, бір сабақтың, бір кітапты бастап, соған берік тұрып, бітіргенше оны жаттап, қайталап, үйреніп, сабақтарын жалғастыру керек. Солай оқу керек, иншалла. Тоқтап қалмау керек. Аллах беріп, егер ғалымдарға жетуге нәсіп етіп тұрса, келешекте, алхамдулилля, бірден дайындығын көретті, келіп білім иелерінен, ғалымдардан күші жеткенше алып қайтады. Азғантай болса да, бірнеше ай болса да. Түсінікті ме, жоқ? Бірнеше ай болса да, үлкен жақсылық бол. Түсінікті ме? Жазда болып тұрады, 1 айлық, 2 апталық нелер, сабақтар. Ана жерде 2 апта, ана жерде 3 апта кішігірім кітаптар оқылады, мәтіндер жатталынады, солардың шарттарын оқытады ғалымдар. Алхамдулилля, жоқ дегенде соларға қатысып, омраның визалары, хаждың визалары сияқты визалармен келіп, ғалымдардың алдында отырып, пайдаланып кетсе, алхамдулилля. Әл-мухим, әрбір адам өзінің еккенін алады, иншалла. Соншалық дәрежеде әрекет қылып, арабша үйреніп, ғалымдардың сөзін түсінетін дәрежеде жетіп жатыр екен, соны істесін. Бұл бір. Екіншіден, алхамдулилля, қазіргі күнде, мына қазір сабақты турадан-тура тыңдап жатқан сияқты адамдар, ғалымдардың сабақтарында қазіргі күнде турадан-тура естісе болады. Мысалы, Шейх Абдул-Мухсин Аббадтың сабақтары, Шейх Убайд, Шейх Абдулла Бухари, Шейх Мұхаммад Хади, басқа Шейх Ал-Насыр фақихилер, солардың сабақтары көбінесе. Әрбірін болмаса да көбін сабақтарына қатысса болады. Интернет арқылы турадан-тура. Тура мен қалай естіп отырсам осында, сен де ана жерде барып, еліңде соны естісең болады. Бірақ тек қана не қылу керек? Жатып, естіпей, түсінікті ме? Қолына кітап алып, немесе дәптер алып, қолында ручкамен, қаламменен отырып, тура білім алып жатқан талib илімнің әрекетіменен өткен сабақты қайталап, 2-3 бауыр жиналып тұрып оқыса, бір-бірімен қайталап, өткен сабақта не деп айтты, мына жерде не деп түсіндің, дұрыс түсіндің ба, жоқ па, қате түсінген болатын болса, соны жөндеп, өздерінен білімдірек біреулерден сұрап, әрекет қылу керек.
Қазір мен оқи алмай жатырмын деген адамға үзір жоқ негізінде қазір. Түсінікті ме? Сенің сабақ үйіңе тегін кіріп бара жатыр. Қалай сенің үзірің болады содан кейін? Мен білмей қалдым, түсінбей қалдым. Маған ешкім сабақ бермеді. Бізде білім иесі болған жоқ деген бол енді бір Антарктидада болмаса? Түсінікті ме жоқ па? Қазір интернет ауылына қой бағатын жүрген жігіттер қолына сотовыймен интернет істеп жүр. Дұрыс па жоқ па? О нәрсеге жеңілдік бар болып тұрған уақытта біз пайдаланып қалуымыз керек. Бұл неғмат. Бұл үлкен неғмат. Сол неғматтан жақсылықта пайдаланайық. Бірақ айтылғандай анық білген адамдарды, ғалымдардың тәрбиесі соменен жүру керек. Әйтеуір біреудің қызық әңгімесін тыңдай бермей. Түсінікті ме? Сол.